Ой, тағы да звонок па? Босния? Алло, Ақкөңіл сборник орталық тыңдап тұр. Көмек керек? Қандай? 2009 жылдан бері ресми матчтарды жеңе алмай келе жатырмыз. Шешеміз. Өз алаңымызда Босния және Герцеговинадан жеңілдік. Босниясы 1 гол соқты, Герцеговинасы да 1 гол соқты. Екеуі үшінде гол соққан Смаил Превляк. Бірақ күнде қуантып қосананы. Бірінші гол. Ұзақ жылдан кейін ұлттық құрамаға қайта оралған Шамкодан сәлем. Және Әліптің артын бағуды шешкен Әліптен. Эпизод барысында жылжымалы мүлік атанған Стастан. Сташ. Шамадан артық доза. Екінші гол. Контр шабуылға тап болдық. Быстровтың қолына карта керек. Сол қапталда ойнайтындығын ұмыт қапты. Штаб тұрма, леві-правы шап тұрма. Қысқасы, қорғаныстағы ужасный ойындар. Әсіресе екі фланг. Сын су айтып қыз көңіл босағаны. Өз алаңымызда жеңіске жетпегенімізге 2 жылдан асыпты. 2009 жылдың маусымында Сан-Мариноны аямаған ек 4-0. Одан кейін бәрі бізді аямай жатыр. Кипр, Бельгия, Беларусь, Албания, Литва, Франция, Украина, Босния және Герцеговина. Если что, жалғастыруға дайынмын. Матчтағы біздің үздік. Көпшілік дауысы бойынша Исламбек Қуат қаншама отбор жасап, қаншама рет құтқарып, қақпаға соққыда жұмсап көрді. Қателіктер болды әрине, бірақ кім қателеспей жатыр біздің сборныйда? Тұмар! Әй жануар, адамды жылатасың ғой, жануар! Бірінші ойында гол соққан Есличо я Бахамен бірге. Аспанда бұлттар, сенің көзіңде құрт бар. Бұл ойынға лидер Пьянич қатыспады. Жарақат себепті. Круничта. Одан бөлек 4 ойыншысы визал алмады. Хаджика Дунич, Джумич, Сарич, Пыртич, Айчиш, Стешиш, Жасашиш. Бізден де жарақат себепті Айымбетов, Марычкендер қатыспады. Валиулинде допинг мәселесі. Джеко үшін Қазақстан қорқынышты түске айналды. Миллион әлде 25-тей соққы 2 ойында. Бірақ бірде-бір гол жоқ. Короче, кеше оның кроссбар челленджін көрдік. Айтпақшы, кешегі ойындағы біздің капитан Лагвиненко ұлттық құрама үшін өзінің 56-шы матчын өткізді. Мұндағы гвардияшылар тізімінде 4-ші орынға көтерілді. Алғашқы орында Смақов 76 ойын. Одан кейінгі 2 ойыншы Балтиев пен Жұмасқалиев. Юрий будет дуть будет Юрий. Сүйікті орнымызға қайта түстік. Соңғы орын біздікі, ешкімге бермейміз. Еншімізде 3 ұпай. Босниялықтар 6 ұпайын еншілеп 3-ші орынға көтерілді. Франция лидер, 12 ұпай. Украинада 8. Олар кеше финдерді жеңді. Ал дәл сол Финляндияда 5 ұпай. Енді солармен күш сынасамыз, соңғы орын үшін таласта. Бермейміз по-любому. Шығарылымды Еркоштың сөзімен аяқтайық. Казахи попадут на чемпионат мира 2022 года. Бері қолыңды созмаған еңбектен тербеле билесін көзгелер бұл битпен сөз берем ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп кел бері қолыңды созмаған еңбектен тербеле билесін көзгелер бұл битпен сөз берем